Салем достар, бұл видеода мен сіздерге сауда терминалын басынан аяғына дейін қалай дұрыс қолдану керек екенін, менің мәмілелерімді қалай қайталау және қандай батырмаларды басу керегін көрсетемін. Бұл өте оңай жасалады. Ешқандай күрделі техникалық дағдылар қажет емес. Тек бір рет дұрыс батырмаларды басуды үйренсеңіз жеткілікті. Осылайша сіздер менің ашық каналым мен тегін клубымда бөлісетін мәмілелерді қайталап, менімен және бүкіл Қазақстаннан қатысып отырған басқа трейдерлермен бірге табыс табасыз. Сонымен ең алдымен MetaTrader 5 қосымшасын орнатауымыз керек. Бұл бүкіл әлемдегі трейдерлер 2000 жылдардың басынан бері қолданып келе жатқан негізгі сауда құралы. Оны Play Market немесе Apple Store'дан жүктеп аламыз. Мен трейдингті телефоннан жасауды ұсынамын. Себебі ноутбуктан MetaTrader онша ыңғайлы емес және оны түсініп алу үшін көп уақыт қажет. Жақсы, біз MetaTrader 5-ті орнаттық. Енді не істейміз? Енді біз сауда жасайтын брокерімізді қосуымыз керек. Мұнда бір маңызды жайты бірден айтайын. Бізге қалай болса да брокер қажет. Бүкіл трейдинг брокерлер арқылы өтеді. Қандай да бір офиске барып, алтын құймалармен немесе валютамен өмірде сауда жасау мүмкін емес. Мен FX Pro'да трейд жасаймын. Бұл брокер 1999 жылдан бері жұмыс істеп келеді және Ұлыбритания лицензиясы бар. Бұл бақылаусыз аралдарда отырған жаңа брокер емес. Британия әлемдегі ең қатаң қаржылық реттеушілердің бірі, ал брокерінің 25 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келе жатқаны оның саласының айқын белгісі. Видеоның астындағы сілтеме арқылы тіркеліп, клубқа қолжетімділікте де бола аласыз және менен приоритетті қолдау ала аласыз. Тіркеуден өткеннен кейін почтада бізге логин мен пароль келеді, соларды MetaTrader'ге енгіземіз. Брокер ретінде FX Pro'ны таңдап, логин мен парольді көрсетеміз де трейд жасауға дайын боламыз. Сауда жасау үшін бізге бастапқы депозит керек. Трейдингте ақша ешқандай пайда болмайды. Біз өз қаражатымызды мәмілелерге салып, одан пайда табамыз. Қай сомадан бастауға болады? Мен кемінде 300-500-дан бастауды ұсынамын. Бұл үлкен сома емес, бірақ осыдан бастап ақ риск менеджментті сақтап, әр сделкадан айтарлықтай табыс табуға болады. Егер депозит төмен болса, тренд жасауға болады. Бірақ ол жағдайда сіздің тәуекеліңіз тым артып кетеді және депозитті разгондау қиындайды. Депозитті кез келген ыңғайлы тәсілмен, тікелей картамен немесе крипто арқылы толықтыруға болады. FX Pro төлем жүйелері Қазақстандағы барлық банктерді лицензия бойынша қолдайды. Сондай-ақ ақшаны кері шығаруда картаға немесе криптоға жасалады. Қалай жасауға болады? FX Pro аккаунтыңызға кіріп, пополнить батырмасын басасыз, өздеріңізге ыңғайлы тәсілде таңдайсыздар. Соманы енгізесіздер, мысалы $500 және пополнение жасайсыздар. Қаражат шотқа дерлік бірден түседі. Одан кейін қаражатты сауда шотаны аударымыз керек. Онда бір маңызды сәт бар. Автоматты түрде бізде бір шот ашылады. Мен комиссиясы жоқ, жаңа шот ашуды ұсынамын. Бұл өте маңызды. Өткенде бір айда комиссия $100 болуы мүмкін. Ал бұдан жақсы үнемдеуге болады. FX Pro комиссиясыз трейд жасауға мүмкіндік береді. Ол үшін FX Pro сайтына кіріп, главное бөлімінен создать реальный аккаунт батырмасын таңдаймызда. FX Pro RAW Plus ашамыз, шарт минималды депозит $250. Шот валютасын USDT етіп көрсетеміз. Кредитке иықты мен 1x ұсынамын. Метод исполнения бөлігінде хеджирование таңдаймыз. Содан кейін создать учетную запись батырмасын басамыз. Енді депозитімізді осы шотқа аудару қажет. Ол үшін перевод батырмасын басып, қаражатты аударамызда трейдті бастай аламыз. Бәрі дайын, біз саудаға кірісуге әзіреміз. Енді мен тегін ProTrade премиум клубына жіберетін сигналдардың неден тұратынын талдап көрейік. XAUT бұл алтын бағасының төмендеуіне кіреміз деген сөз. Егер buy деп жазылса, онда өсуге кіреміз. Қазір мұны қалай жасайтынымызды көрсетемін. Бізде вход зонасы бар. Осы жағдайда ол 3817, 3819, осы бағамен біз төменге кіреміз. Одан кейін пайда фиксациялайтын 4 нүкте болады. Бірінші нүкте 3815, вторая точка 3811, третья точка 3808, четвертая точка 3803. Және міндетті түрде стоп-лосс нүктесін бар. Ол біз тиімсіз мәміледен шығатын жер. Бұл мүмкін болатын шығындарды шектеу үшін және депозиті жоғалтпас үшін маңызды сәт.
біз алдын ала қанша жоғалтамыз мүмкін екінен білеміз. Осы жағдайда стоп-лосс нүктесін 3825 барлық take profit және стоп-лосс нүктелерін біз алдын ала қоямыз. Олар баға сол жерге жеткенде автоматты түрде іске қосылады. Бізге қолмен мәмілерді жабудың немесе маркетке қарап отырудың қажеті жоқ. 7 минут ішінде біз алғашқы take profit нүктесін жеттік. Мен $1308 пайда бекіттім. Алғашқы take profit'тен кейін барлық позициялар бойынша стоп-лоссты вход нүктесіне қоямыз. Бұны без убыток деп атайды. Осы жағдайда мен 3817 бағасымен кірдім. Бастапқы стоп-лосс 3825 деңгейінде тұрған. Бірінші take profit'тен кейін стоп-лоссты 3817 деңгейіне қойдым. Осылайша мен пайдамның бір бөлігін бекіттім де өзімді убытоктан қорғап қойдым. Баға кері бағытқа кетсе де мен ештеңе жоғалтпаймын және өз пайдамда қаламын. Тағы 7 минут өткен соң мәміле екінші take profit'ке жетті. Менің жалпы пайдам қазірдің өзінде $5106 болды. Одан кейін 10 минут ішінде үшінші take profit'ке жеттік. Үш take бойынша менің жалпы пайдасы $10665. Ары қарай баға кері бұрылып басқа бағытқа кетті. Соңғы take profit'ке жете алмадық. Бірақ мәміле қауіпсіз болды. Соңғы позициялар без убытокқа жабылды. Міне трейдинг осылай жұмыс істейді. Бар болғаны 20 минутта біздің мәміле толығымен атқарылды. Маған және тегін клуб қатысушыларына жақсы пайда әкелді. Біреу осы мәміледен $100 тапты, біреу 1600, басқасы $156, яғни тағысын тағы. Бұл біз күн сайын дерлік жасап жүрген нәтижелер. Енді қайтадан MetaTrader 5-ке оралайық. Мәмілерге қалай дұрыс кіру керек және қандай батырмаларды басу қажет. MetaTrader 5 қосымшасын ашып, Charts бөліміне өтеміз. Жоғарғы оң жақты магнитке ұқсайтын белгі бар. Соны басамыз. Бізде екі батырма бар. Sell және Buy. Sell бағаның төмендеуіне кіру үшін, Buy өсуіне кіру үшін. Олардың ортасында біз риск менеджментке сәйкес әр позицияға лот санын қоямыз. Позиция көлемі лотпен өлшенеді. Ең минималды 001 лот. Бұл нені білдіреді? Егер 001 лотпен кірсек, алтын бағасы $1 қозғалғанда біздің пайда $1 болады. 0,1 лотпен кірсек, алтын $1 қозғалғанда пайда $10 болады. Ал $5 қозғалғанда пайда $50 болады. Лот санын депозитке қарай қоямыз. Мысалы, $500 депозитпен бір мәмілеге жалпы 0,05 лоттан артық кірмеуде ұсынамын. Әр мәмілеге мен 3-4 take profit нүктесін қоямын, сол жерде біз пайданы бекітеміз. Бұл біздің сделкалардың қауіпсіздігі үшін. Сәйкесінше біз кемінде 3-4 позиция ашауымыз керек. Олар $500 депозитпен жалпы 0,05 лоттан аспауы тиіс. Мысалы, жоғарыда 0,01 лот қойып, алдыңғы сигналдағыдай баға төмендеген жағдайда sell батырмасын 5 рет басуға болады. Енді бізге тек take profit'тер және стоп-лоссты орнату қалды. Енді трейд бөліміне өтеміз де өзіміздің ашық тұрған позицияларымызды көреміз. Біріншін таңдап, изменить позицию батырмасын басамыз, содан кейін сигналда көрсетілген стоп-лосс деңгейінен енгіземіз. Қазір бұл видеоны жазып жатқан сәтте сигнал жоқ болғандықтан, жай мысал ретінде ғана директорде көрсетемін. Бірақ логиканы түсіндіңіздер. Сондай-ақ осы позицияға бірінші take profit'ті қоямыз. Дәл осылай осы мәміледегі басқа ашық позицияларға да орнатамыз. Бізде 4 take profit бар. Ал 0,01 лотпен 5 позицияға кірдік. Сондықтан бірінші take'те бірден 2 позицияның жабуға болады. Бірінші take profit'ке жеткен соң стоп-лоссты без убытокқа, яғни біздің вход нүктемізге қоямыз. Позицияны ашамыз, изменить позицию, стоп-лосс жолына мәміленің ашылу бағасын енгіземіз. Бітті. Енді біздің сделка толықтай қауіпсіз және ешқашан убытокқа кетпейді. Бұл видеода біз сенімді брокерде аккаунт ашудың бастап, дайын сигналдарды қалай дұрыс қолдану керегіне дейінге бүкіл жолды егжей-тегжейлі қарастырдық. Күн сайын тегін ProTrade премиум клубымда мен өзімнің сауда сигналдарымен бөлісем және толық ашық статистика жүргіземін. Барлық пайдамды да, тіпті минустарымды да көрсетемін. Өйткені бұл трейдингтің бір бөлігі. Сіз дәл қазір менің мәмілелерімді қайталап, басқа қатысушылар алып жүрген нәтижелерді жасай аласыз. Бір сделкадан 50, 100,
300, тіпті $1000. Экран алдында отырғызып қоймаймын, арнайы кодын өтудің немесе графиктерді өзіңіз талдаудың қажеті жоқ. Менімен бірге тренинг жасау үшін күніне 30 минут жеткілікті. Егер али клубта болмасаңыз, сілтеме арқылы менің командамаға жазыңыз. Олар барлық сұрақтарға жауап береді және клубқа қосылуға көмектеседі. Барлығыңызға сәттілік мен мол табыс тілеймін.